Қайырлы күн, құрметті достар. Есімім Ділдәбек, бұл мамандық таңдау каналы. Бүгін біз сіздермен Қазақстандағы жалақысы жоғары топ 5 мамандық туралы айтатын боламыз. Ең алдымен түсіну керек, достар, бізде Қазақстанда итакта жалақысы жоғары мамандықтар бар, бірақ та біздің көптеген талапкерлеріміз ол өзіміздің менталитетке сай көптеген мамандықтарды, бір мамандықты барлығы таңдап алады дағыны, реально востребованный сұранысқа ие мамандықтарға олар көбірек таңдай бермейді. Сол себептен де ол онсыз да сұраныста тұрған мамандықтардың көптеген оқушыларды өздеріне мамандарды тарту үшін жалақысын жоғарылата береді. Осындай мамандықтардың бірегейі ол мұнай-газ сферасындағы мамандар. Себебі бұл салада сұраныс тапшы және де зарплатасы өте үлкен болып табылады. Орташа айтқан кезде бір мұнай-газ сферасында жұмыс істеп жатқан жас маманның зарплатасы 197 мың теңгеден жоғары басталатын болса, ал ең үлкендері 3 миллион 200 мың теңгеден жоғары алатын болады. Және де мұнай-газ саласында бір орынға 6 жас маман таласатын болады. Яғни бұл жерде 6 адам кандидат болып өзінің резюмесін тапсыратын болса, соның біреуін алып қалады. 197 мың теңгеден жоғары табыстауына мүмкіндік болады. Бізде жалақысы жоғары топ мамандықтың екіншісі бұл бизнес-консультант мамандығы. Жалпы бұл бизнес-консультант маманы болу үшін математика, география пәнін таңдауыңыз керек болады. Бұның орташа жалақысы 147 мың теңгеден жоғары болады. Және де ең жоғарғы жалақы 1 миллион 50 мың теңгеден асады екен. Бір қызықты жайт, бұл бизнес-консультант мамандығына осы соңғы 5 жылдықтың ішінде өте көп спрос болған. Яғни бұл жерде бос орындар да көп, және де бұған бір орынға таласатын адамның да саны аз. Яғни бір бос вакансияға 1 мен 4 вакансия арасында келетін болады. Яғни 4 адам резюме тапсыратын болса, соның біреуі өтетін болады. Үшінші орында бұл заңгер, құқық қорғаушы мамандықтары. Бұл жаңадан универ бітірген жас маманға среднем 123 мың теңгеден басталып, ал ең көп зарплата алатындар ол 519 мың теңгеге болады. Заңгер мамандығы бойынша бір орынға 5 вакансиядан келеді. Яғни бір компанияға заңгер мамандығына вакансия ашылса, 5 үміткердің біреуін алатын болады. Қазақстанда жалақысы жоғары топ 4-ші мамандық. Бұл ақпараттық жүйелер және телекоммуникациялар мамандығы. Бұл ең алғашқы жас маманға 114 мың теңгеден беретін болады, орташа. Ал ең жоғарғылары 500 мың теңгеден жоғары зарплата алатын болады. Бұл жерде мына нәрсені ескерту керек. Бұл Қазақстан Республикасының бекітілген статистикасы бойынша көрсетілген. Жалпы сіз ол қай компанияға барасыз, және сіздің резюмеңіз собеседование, яғни кездесуде сіз өзіңізді қалай ұсынасыз, соған байланысты өзгеріп отырады. Егер де сіз өзіңізді жақсы резюмемен, жақсы кездесуден жақсы өзіңізді алып шығатын болсаңыз, одан да жоғары зарплата алуыңыз мүмкін. Қазақстанда топ мамандықтардың 5-ші орында ол маркетинг, яғни маркетологтар. Жас мамандар оқуды бітіргеннен кейін ең азы 108 мың теңгеден бастап 718 мың теңгеге дейін аралықта алатын болады. Бұл қазіргі заманда ең трендте, ең сұраныста мамандықтар болып табылады. Бұрынғы уақытта кризистің алдында бізде осы маркетинг мамандығына сұраныс ол рекордтық деңгейге жетті. Яғни алатын болсақ, өткен уақытта алатын болсақ, 2010 жыл сәуір айында Қазақстан Республикасында рекордтық деңгейге жетті. Және де өткен жылға қарағанда 308%-ке өсті. Яғни бір жылдың ішінде маркетологтардың құндылығына сол 2010 жылда уже жете бастады. Одан бастап қаншама есе бұл маркетолог мамандығына сұраныстар өсуде, еселеніп өсуде. Яғни қазір бір маркетолог ол бір ғана жұмыс орнында емес, бірнеше компанияларда жұмыс істеп, яғни өзінің зарплатасын еселеп арттыра алу мүмкіндігіне ие. Сонымен, достар, бүгінгі біздің шығарылым соңына жетті. Қазақстандағы жалақысы топ 5 мамандықты атап өттік. Олардың біріншісі мұнай-газ сферасындағы мамандықтар, екіншісі ол бизнес-консультанттар, қазіргі заманда ең трендте болып жатқан мамандықтардың бірі. Үшінші орында бұл бізде ақпараттық технологиялар мамандығы, 4-ші орында бұл маркетинг. 5-шісі бұл бізде заңгер, құқық қорғаушы мамандығы болып табылады. Сонымен, достар, бүгінгі шығарылым ұнаса лайк басып, төменге подписаться етіп қойыңыздар.
келесі жолы қандай видеолар шыққан, біздің арнадан қалайсыздар, төменге комментарийға өз ойыңызды жазып кетіңіздер. Егер достар осы видео ұнаса, осы видеоны өзіңіздің ұбт тапсыратын достарыңызға, яғни мамандығын таңдай алмай жүрген достарыңызға, осы жоғарыда айтылған мамандықтар кездесетін болса, сол достарыңызға таратыңыздар, таратуды ұмытпаңыздар. Және алдағы уақытта қай мамандыққа обзор жасайық, қай университет туралы ақпарат берейік, сол өз ойыңызды комментарийға жазып кетіңіздер. Сау саламатта болыңыздар.